Ассаламу алейкум, сіздермен ауылда гараж, превияның краскасы бітті, ақырындап жиналып жатыр. Боялған бөлшектері артқы крыло, бампер, артқы есік. Енді краскының түсінде кішкене айырмашылық бар, бірақ қатты емес. Сосын мына жерде кішкене переход бар. Сосын есіктің астына, сосын порогқа толықтай гравитек шашып боялды. Мына жақта фараны полировка жасау керек, оны былай жасаймыз. Бұлай жақсы ма әлде? Жоқ, бұлай онша емес. Осылай әдемірек сияқты. Пароктың жағдайы мынандай болып тұр, міне. Гравитекс толықтай шашылып, краскасы шашып қойдық. Қазір гравитекс әлі қатқан жоқ, толықтай. Домкрат сүйеп көрдік, көтеріп тұр. Мықты парок болды бұл. Анау емес, толықтай темірден жасалған парок. Шірігі мүлде қалған жоқ. Мына есікте мына жерге де гравитекс шашылды. Не үшін? Өйткені астында краска көтеріліп бастаған екен. Мына жақта да мықты парок болып шықты. Домкрат толық көтереді. Мына жақта не жерге дейін гравитекс шашылды. Жерде кішігірім переход болды краскаде. Жалпы пароктың қандай жағдайда болған көргіңіз келсе, алдыңғы шіріген превия деген видеоны көріңіздер. Шақтары жиналды. Мына пластмасса енді кейін табылып жатса қойып жіберетін. Жалпы осындай болды. Бұйырса осымен превияның жұмысы да аяқталды. Видеоны лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.